Қара сарбаз. Бұл шыбынның ерекшелігі оның дернәсілін тыңайтқыш ретінде пайдалануға болады. Шыбын үшін маңызды факторлар жарық, жылу және ылғалдың жеткілікті болуы. Шамамен 70% ылғалдылық. Қара сарбаздың негізгі мекені Оңтүстік Америка. Сипаты қарапайым шыбынға қарағанда үлкен, түсі қара, адамға зиян келтірмейді, қауіпсіз. Бұл шыбындардың ауыз қуысы дамымағандықтан тек су ішеді және көбеюге бейім. Қара сарбаздар небәрі 14 күн ғана өмір сүреді. Олар ауру тасымалдамайды, әрі өсіруге қолайлы. Бұдан алынатын дернәсілдер тамақ қалдықтарын, жалпы органикалық қалдықтарды өңдеуге жетекші технология болып саналады. Жәндіктің пайдасы көп, зияны жоқ. Тек уақытында су шашып тұрса болғаны. Шыбынның жұмыртқасы қалай тыңайтқышқа айналады? Ғалымдар әр 2 күн сайын ағаш саңылауларына салынған шыбын жұмыртқаларын жинап, органикалық қалдықтарға салады. Бір аптадан кейін жұмыртқа құртқа айналады, содан соң дернәсілдерді баптау жүзеге асады. Шыбынға арнайы күтім керек. Біздің климатқа шыдай алмайды. Бір қызығы, одан шыққан құрттар 20 градустан жоғары климатта өзінің өндіріс қалдықтарын жасай береді. Арнайы жарық пен ылғалды қажет етпейді екен. 24-25 грамм жұмыртқа өсу шегіне дейін 800 килограмм тамақ қалдықтарын өңдеуге қабілетті. Өз миссиясын аяқтаған жұмыртқа қуыршаққа айналу процесіне өтеді. Бір аптадай уақыттан соң шыбынға айналады. Қарап тұрсақ, осы уақыт аралығында көп мөлшерде қалдықтарды өңдеп үлгереді. Яғни бұны жеген құстар, тауықтар, балықтар, яғни кез келген жануарларға бұл пайдалы болып келеді. Яғни мысалға жалпылы құстарды алатын болсақ, тауықтарды алатын болсақ, ол өзінің өсу периодына дейін неше түрлі оған екпе салынады. Ол өз периодында түрлі ауруларға ұшырайды. Ал бұны жеген жануарлар, құстар сол ауруларға төзімді болып келеді. Әлде қайда төзімді болып келеді. Себебі құрамы өте жақсы, амин қышқылдарға өте бай. Массасын басқа жем азықтарымен салыстырған кезде өздерінің массаларын жақсы тез жинайды. Қара сарбазды өсірудің 3 пайдалы жағы бар. Біріншіден, экологиялық мәселелердің оңтайлы шешімі. Сондай-ақ жануарларға азық-түлік мәселесін шешуде зор рөл атқарады. Жерді табиғи, қоспасыз түрде нығайтудың ең тиімді әдісі. Батыс елдерінде қара шыбын дернәсілімен тыңайтылған топырақта өсірілген көкөністер өзге көкөністерге қарағанда қымбатқа сатылады екен. Себебі ондай өнімдерде пайдалы қоректік заттар, амин қышқылдары көп болады. Қазір құрттар тірі және кептірілген күйде сатылады. Кептірілген құрттардың бір тиімділігі шаруалар көптеп жинап алып, керек уақытта шаруашылығына пайдалана алады. Оны мал, құс, балық азығына қосып беруге де болады. Барлығына пайдалы, әсіресе түрлі ауруларға қарсы иммунитетті қалыптастыруға үлес қоса алады.